Джихан Серхатқа Жан ағамызды жұмысқа жанымызға алып, қонақ үйдің менеджері етіп алайық дейді. Серхат: мен қарсы емеспін дейді. Джихан: айтпақшы, Жан ағам қандай құпияны жасырғанын айтпады ма дейді. Серхат: жоқ, айтпады дейді. Азрат Жанға келіп: жағдайыңды білейін деп едім. Жан: жақсымын, бүгін шығамын дейді. Азра: ауырып тұрма дейді. Жан: ауырғаным түк емес, сенің құпияңды сақтаймын деп, өзгенің де сырын сақтауыма тура келді дейді. Мен абақтыда жазамды өтесем де, бірақ әлі де бітер емес. Азра айтады: сен Серхатпен сол үшін ұрсып қалдың ба? Жан: жоқ, уайымдама, мен сені сатқан жоқпын, және өмірімнің соңына дейін сырыңды жасыруға дайынмын дейді. Азра: одан да айтуың керек еді. Егер ол кісіні мен қақып кеткенімді айтқанда, мұндай сұмдықтар болмас еді. Қандай сұмдық дейді Жан? Азра: қазір ақшада, байлықта барлығы бар болғанымен, түкке керегі жоқ. Жағдайым абақтыда болғанмен бірдей дейді. Жан: неге олай айтасың? Джихан саған дұрыс қарамай ма? Деген сәтте дәлізде Джиханның: ағама кірсем бола ма деген дауысы шығады. Азра Джихан келді деп қобалжып, ол мені көрмеу керек деп тығыла бастайды. Жан түсінбей: Азра, не істеп жатсың дейді. Джихан келіп: аға, неге тұрдың дейді. Жан: жақсымын, дәрігер шығасың деген. Джихан: яхтада саған кім күтім жасайды? Жан: маған ешкімнің күтімі керек емес. Бұл уақытта мұнда неге жүрсің? Қонақ үйде болатынсың бұл уақытта. Джихан: сені уайымдап келдім. Ода тұрған не бар? Отыршы, сөйлесейік, саған өтінішім бар. Жаңа қонақ үйге сенімді адам керек. Сені менеджерлікке алайық дегенбіз. Қалай ойлайсың? Сен көнбейінше қасыңнан кетпеймін дейді. Жан жарайды деп келісе салады. Джихан: рас па? Сені тез жауабын айтады деп ойламадым. Серхат та қуанатын болды. Сені яхтаға апарайын дейді. Джихан: Жан: жоқ, өзім барамын. Джихан: жақсы деп кетіп қалады. Азра шығады, кетіп қалды ма деп. Мен кетейін, Джихан келмей тұрып үйде болуым керек дейді. Жан: Азра, тоқта. Неге, Джиханнан қорқасың ба? Азра: жоқ деп өтірік айтады. Қорқпаймын, менің күйеуім мені ханшайымдай қарайды деп кетіп қалады. Негізі Тибет пен Джиханның бір ойластырғаны болған. Қонақ үйге менеджерлікке Жанды сол үшін алдырып еді. Джихан Тибетке қоңырау шалады. Тибет: қонақ үйге менеджерлікке сенімді адам таптым, ағам болады дейді. Әрине, оған бұл түрлікті айтпаймын, ол Серхатқа айтып қояды. Бірақ кері әсері тисе, ағам зардап шегеді. Ал ағам зардап шексе, сен де зардап шегесің, біліп қой дейді. Зейнептің ағасы Мұстафа Зейнепке гүл біраз киім-кешегін әкеліп бергенде Азраны көреді. Бірден ұнатып қалады. Қандай сұлу қыз, модель сияқты. Кім ол дейді. Аға, есіңді жи, ол отбасылы әйел дейді Зейнеп. Серхат кешкі аста екі қызына сыйлыға келеді. Ішінде көзілдірік пен құлаққап еді. Зейнеп сырттай қарап тұрады. Серхат Зейнепке қарап басын изейді. Сол сәтті Хаял байқап қойып: әке, Зейнеп әпкемен араларында не бар дейді. Серхат: не айтып тұрсың, Хаял? Хаял айтады: сен онымен жақсы араласатын сияқтысың. Серхат: Зейнеп маған тек бала күтуші. Ал Седефше дейді Илким, анамның құрбысы. Серхат: жоқ, қыздарым, мен ешкіммен жақын арақатынаста емеспін деп қолдарынан ұстайды. Серхаттың сөзін Зейнеп тыңдап тұрады. Зейнеп Серхатқа ренжіген түр көрсетіп: Қыдыр қай уақытқа дейін үй қамауда болады? Әкесі ертерек табылса, мен де кетер едім, жұмыс іздеуім керек, дейді. Серхат: бұл жайлы ойланам дейді. Серхат Зейнепке далада отырып сырттай қарап тұрады. Серхат далада жалғыз отырғанда мызғып кетеді. Сол кезде Бирак елестейді. Бирак: Серхат, сен мені ойлайсың ба дейді. Серхат: саған тек жек көру сезімнен басқа ештеңе жоқ дейді. Бирак: сонда кімді ойлап жүрсің деп айқайлап ашуланған сәтте Серхат оянып кетеді. Түнде Серхат келіп Зейнептің есігін қағып: айтайын дегенім, ертең Қыдырмен сыртқа шығып, керек жарақтарыңды алып қыдырып келсеңдер болады. Зейнеп: ал полиция көріп қалса ше? Көріп жатса өзім шешемін, уайымдама дейді Серхат. Зейнеп: ағамның фургонын қайтарыпсыз, рахмет сізге дейді. Серхат: оқасы жоқ, ол анамның қателігі еді, мен түзедім дейді. Джихан Серхатқа: сен Бирактың құпиясын білетін адамды неге жұмысқа алдың? Ақшасын бер, кетсін дейді. Серхат: ол ақшаға көнсе, Бирак аузын жабар еді ғой дейді. Сол сәтте Седеф те кіріп келеді. Серхат Седефті Джиханмен таныстырады. Седеф: бірнеше жоба нұсқаларын әкелдім дейді.
Серхатқа сол сәтте қоңырау шалады. Банк картасынан ақша алынды дейді. Серхат: мен өзім бердім Зейнепке банк картасын дейді. Джихан естіп ашуланып: есіңнен адастың ба? Неге шығардың? Ол отбасы көріп қойса ше, көріп жатса менімен тұрып жатқанын айтам дейді Серхат. Джихан ашуланып: әйеліңнің көшеден тапқан баласын өз атыңа жазып ал онда. Келген жеріне қайтар, болмаса екеуіне басқа үй жалдап бер дейді. Серхат: неге бұлай айтасың? Қызды сол қатыгез отбасына берейін бе? Оның үстіне өз ісіме Зейнепті араластырғым жоқ. Джихан айтады: сен Кадерді ойлап тұрсың ба? Әлде бала күтушіні ме? Шындықты айтсай дейді. Серхат: айтар ештеңем жоқ, араласпа дейді. Джихан ашумен шығып кетеді. Сідев Серхатқа: қыздарға барып көңілдерін табайын дейді. Джихан Еркан мен Түлайдың үйіне келеді. Еркан деген сен бе? Кадерді асырап алған дейді. Мен Кадерді қайда екенін білемін, алып кетіңдер дейді. Түлай айтады: ақша берсең алып кетеміз дейді. Джихан: қанша деп келіседі. Эбру Себим ханымның үйіне өзі тазалаушы болып келеді. Зейнеп пен Кадер жолда келе жатқанда Еркан мен Түлай Кадерді машинаға салып алып кетеді. Сен оған әке-шеше емессің дейді Зейнепке. Зейнеп Серхатқа жылап тұрып хабарласады: Кадерді асырап алған отбасы ұрлап кетті дейді. Екеуіне шамам келмеді. Серхат: олар қалай білген дейді. Жарайды, уайымдама, табамыз дейді. Зейнеп: Түлайдың үй жағына барып іздеймін дейді. Илкем Хаялдың жынына тиіп жүрген еді. Хаял Илкемнің шашын күйдіретін бояуға тапсырыс береді. Илкемнің сусабынның ішіндегісін төгіп, ішіне бояуды құйып қояды. Себим ханым Эбруға тиісіп: әрбір бұрышты тазалап жина. Зейнеп әпкеңде бала күтуші болмай тұрып, үй тазалаушы болды ма дейді. Эбру: жоқ, гүл күтуші болды. Ал ара қатынаста болмаған ба дейді. Эбру: жоқ, басы бос дейді. Себим ханым: берак, қыздарыңа кім қарап жатқанын білсең ғой дейді. Сол сәтте Азра Джиханмен кездесем деп сыртқа шығып кетеді. Эбру сол сәтті пайдаланып, суымды ауыстырып келемін деп Джихан мен Азраның бөлмесіне кіреді. Джиханның ДНК алуым керек дейді, бірақ аламай қалады. Эбру ханым келіп қалады. Джиханның тіс щеткасын көремін дейді, бірақ қайсысы екенін білмейді. Ұстарасын көреді, ұстарасында да бір тал шаш болмайды. Енді не істем, қалай алам дейді Эбру. Джихан Азраны басқа салонға алып барады. Жолда Джиханға Еркан хабарласады: Кадерді алып кеттік дейді. Джихан Азраға: ешкімге айтпа, ағама жақсылық ойлап істеп жатырмын дейді. Зейнеп пен Серхат Түлайдың үйіне келеді, бірақ ешкім ашпайды. Зейнеп ата-анасына келіп: Түлайды көрмедіңіздер ме дейді. Жоқ, көрмедік, не боп қалды дейді. Түлай мен Еркан Кадерді ұрлап кетті дейді Зейнеп. Зейнеп Серхатты ата-анасымен таныстырады. Анасы: Түлайды күтетін болсаңдар, үйге кіріп шай ішіңдер дейді. Серхат Зейнептің шайын ішуге кіреді. Азра сән салонына келеді. Мастер айтады: сіздің күйеуіңіз шаш бояуын таңдап қойды, соны дайындайын дейді. Азра ашуланып: қалай сонда, сізге хабарласып айтты ма дейді. Я, тіпті сүйретінде жіберді дейді. Оны естіген салондағы бір-екі қыз Азраны мысқылдап, күйеуінің дегенімен жүреді екен деп күледі. Азра оны естіп ашуланып: жарайды, мен қазір қоңырау шалып алсам бола ма дейді. Серхат Зейнептің ата-анасының үйінде шай ішіп отқанда Азра Серхатқа хабарласады: Серхат аға, Джихан бір адамдарға Кадерді ұрлатты дейді. Серхат таңғалып: неге ағам олай істесін? Азра: білмеймін, сізге жақсылық ойлағаны үшін деді. Мұны сіз білуіңіз керек деп сізге айтып отырмын дейді. Азра Серхатқа мекен жайды айтады. Серхат пен Зейнеп тез жиналып шығып кетеді. Сідев Серхаттың үйіне қыздармен жақын болайын деген оймен келеді. Есікті Хаял ашады. Сідев Хаялға: сенің характерің анаңа ұқсайды дейді. Илкем қайда дейді. Сол сәтте Илкем айқайлап: шашыма не болды деп жылайды. Сідев келіп: Илкем тыныштал, барлығын реттеймін. Менің жақсы мастерім бар, сені соған апарамын дейді. Қане кейін дейді. Сідев пен Илкем бұны Хаял істегенін біліп қояды.